Ұлы даланың жауынгер халқының аңыздарынан тау да, тас та, көк те, жер де мәңгі сыр шертіп тұр. Ұлы даланың ұшы-қиыры жоқ кеңістігінен тарихтың толқынында жеті ғашықтың мұңы мен махаббат әні естіледі. Тобықты руының ерлігімен танылған ер жүрек батырларының бірі Кебек жаудан жасқанбайтын ақылды азамат болады. Ел басына ауыр күн туып, шапқыншылық та көбейген. Жорыққа шығар алдында Кебек болашағын білмек болып көріп келге барады. Абыз батырдың қазасы қыздың кесірінен болатынын айтады. Ауыр ойдан арылғысы келген Кебек аңға шығады. Бұрқасын боранға тап болып адасып кетеді. Бір ауылға жетіп, сол жерде ақылы көркіне сай еңлік қызды көріп, ғашық болады. Кебек батыл қыздың жүрегін жаулап алады. Сол түні еңлік еркінен тыс шалғай аттырылғанын біледі. Ғашықтар арасындағы нәзік махаббат, зор сезім оларға керемет күш береді. Екеуі бір түнде қол ұстасып қашып кетеді. Қос ғашық отау құрып, ұлды болады. Қыздың қашып кеткенін білген ауыл жұрты ғашықтарды өлтірмек болады. Ашулы жұрт екеуін тауып алғаннан кейін ат құйрығына байлап сүйреп өлтіреді. Еңлік өлер алдында екеуін бір жерге жерлеуді сұрайды. Халықтың надандығы қыршын кеткен екі жастың өліміне себеп болады. Орда тауында қалған бала жайлы ұмытып кетеді. Жауыздықтың құрбаны болған қос ғашықтың бұл өшпес махаббаты оларды сәби жалғайды. Әкемнің қазасынан кейін билікті өз қолыма алып, Самани әміршісі Мансұрхан мен болатын шайқасқа дайындала бастадым. Жерімізге көптен көзі түсіп жүрген Мансұрхан әкем қайтыс болғаннан соң ойын іске асыруға көшті. Самани әміршісі бізді екі мемлекет шекарасында орналасқан Арыстанды елді мекеніне келіссөзге шақырды. Сол жерде мен теңдесі жоқ Айша сұлуды көріп ғашық болдым. Шайқастан бас тарту мүмкін еместігін білген соң қайтсем де жеңіске жетіп Айша сұлуға үйленуге серт бердім. Шайқас даласы қанға бөлінді. Мансұр ханның бабасы Кердің тұсынан бері мұндай қан төгіс болмаған еді. Өзі де осы шайқаста ажал құшарын түсінген Мансұр хан менің Айшаға деген ынтықтығымды біліп қойып, өз қызын өлтірмекке бекінеді. Сол уақытта Айша Бабаджа хатунмен бірге сарайдан қашып шығады. Олар аттары болдырып 4-ші күн дегенде Асу өзеніне жетеді. Сол жерде Айшаны сәукелесіне жасырып салған улы жылан шағып өлтіреді. Мен болсам сүйіктімнен айырылып қайғыдан қан жұттым. Шынайы махаббатымның белгісі ретінде Айшаға арнап кесене салдырдым. Ендігі арманым ғашығыммен о дүниеде қайта қауышу болады. Махаббат дастаны мәңгілік деген осы. Өзім жалшы кедейдің, ал көркіне көз тоймайтын Сұлушаш біз қызмет ететін байдың отбасында дүниеге келді. Біздің асыр салып ойнаған балалық достығымыз ғашықтық сезімге айналғанын өзім де байқамай қалдым. Бір ғажайып бақыт мекенінде жүргендей болды. Бір күні суыт хабар келді. Сұлушашты Байбосын байдың ұлына ұзатады екен. Ал бүгін түнде күйеу жігіт жасырын келмек. Сұлушаш күйеу жігіттің өзінен бас тартқанын қаласа да, тағдырдың жазуы басқаша болды. Сол түні Сұлушаштың отауынан көмекке шақырған дауысты ести сала, алқынып жүгіріп кеттім. Есікті аша салғанда екі ер адамды көрдім. Төбелес басталып та кетті. Олармен айқаса жүріп біреуінің кеудесіне пышақ сұғып алдым. Ауыл жұрты өре түрегелді. Біз бауырым Ермек, Қайсар және Сұлушаш төртеуміз қашуға бекіндік.
Сол түні сүйіктімді жаныма ертіп Шайтанкөл тұсына қарай шаба жөнелдік. Артымыздан қуғыншылар да жетіп қалған еді. Алдымыздағы өзен суы көбік шашып сарқырап жатты. Шайтанкөлге жеткенде алдымен бауырым ермектен айырылды. Жанымдағы адал досым Қайсар құздан құлап ажал құшты. Бұлаз дегендей қатал тағдыр қан жұтқызды. Сүйіктім сұлу шашты құбыжық талап өлтірді. Жүрегім мүлде тоқтап қалғандай болды. Өзім де бауырыммен, досыммен және ғашығым сұлу шашпен бірге боламын деген шешімге келдім. Байлығына сан жетпейтін Барлыбайдың алтылы болса да, жалғыз қызға зар болыпты. Тәңірден тілегені қабыл болып, Айбике деген қыз дүниеге келеді. Кішкентайынан әкесінен домбыра тарту үйренген Айбике Жетісу өңіріне танымал күйші болады. Бір күні олардың ауылына Сарыарқа жерінен сал сері жігіттер келеді. Сол жігіттердің арасындағы өнерлі Атымтай Айбикемен күй сайысына түседі. Жігіт те, қыз да бір-біріне ғашықтық сезімдерін күйме жеткізеді. Мұны сезген Барлыбай олардың ауылдан тез кетуін талап етеді. Бір-бірін ұнатып қалған жастар бірге қашуды ұйғарады. Бетпақ-далада іздерін жасырып, Көкше тауларына жетеді. Сол жерде тұрақтап, бақытты өмір сүріп жатады. Ашуланған бай олардың артынан балалары мен сарбаздарын жібереді. Ағаларынан қашқан ғашықтар қайықпен көл ортасына жеткенде атылған жебе жігіттің жүрегіне тиеді. Ғашығынан айырылған Айбике Құдайдан тасқа айналдыр деп жалбарынады. Қыз тілегі орындалады. Жұмбақ тасқа қарап, қайықта отырған қыз бейнесін көріп, шынайы махаббат оқиғасына куә боласың. Балқашбай жылдар бойы мұрагерін асығып күтсе де, Тәңір оған жалғыз қыз береді. Уақыт өте келе қызы айдай сұлу бойжеткенге айналады. Бай енді баршаға жар салып той жасап, өзіне лайықты құда, күйеу жігіт іздей бастайды. Мен де Абыралы байдың атқосшысы болып, Балқашбайдың еліне жол тарттым. Сол күні кешке атты отқа қойған соң, ауыл шетіне шығып, домбыра шерте бастадым. Домбыраның сазды әуеніне елтіген бойжеткен жаныма келді. Ол менің домбыра тартып отырғаныма таңырқай қарады. Мен де оған бай қызының жай қызметші киімін киіп алғанына таң қалғанымды жеткіздім. Өзінің бай қыз екенін танып қойғаныма ашуланған ерке қыз отауына жүгіре жөнелді. Сұлу қызға бір көргеннен ғашық болдым. Бұл бойжеткен Балқашбайдың ерке қызы Іле болады. Той жарыстарының бәрінде жеңіске жеттік. Сол ойын тойларда Іле екеуміз жиі кездесіп жүрдік. Арамыздағы сезім ұшқыны шынайы махаббатқа айналып, қашуға бел будық. Қашқанымызды біліп қойған Балқашбай артымыздан қуғыншыларын жіберді. Бақытты сәтіміз ұзаққа созылмады. Іле мінген ат болдырып, жартастан тайып кетті. Сүйіктіме қол ұшын созғанда өзім де құладым. Балқашбайдың қатал қаһары қайғыға айналды. Жалғыз қызынан айырылған бай қызын құшақтап қайтыс болды. Байдың көз жасы бұлаққа айналып, сол жерде кейін Балқаш көлі пайда болды. Күндердің бір күнінде аңға шыққан әкем Қарабай мен оның досы Сарыбай біз дүниеге келмей тұрып, төс қағысып құда болады. Кейін Сарыбай қайтыс болады. Әкем уәдесін бұзып, мал жанын алып құдасының ауылынан алыс жерге көшіп кетеді. Бұл келісімді ел жұрт тұтас білетін еді. Көп ұзамай бұл әңгіме маған да жетті. Қозымен қауышар сәтті асыға күтіп, әрбір күнімді ағашқа байлаған ақ баумен санап жүрдім. Бір күні ауылда батыл да епті тазша бала пайда болды. Мал баққан тазша бала әп сәтте бір отар қойды өңгеріп кете береді екен. Тіпті әкем
Мені ұзатқысы келген алып қодарды да күресте жеңіп шығады. Сол кезеңде мен де қозы көрпештің жақын маңда екенін сезіп жүргендей болдым. Бір күні жаныма келген тазша бала басындағы тас кепешін шешкенде қозы көрпешімді танып, қуанғаннан жүрегім аттай тулады. Өзінің адастырылған сүйіктісін көруге асыққан қозы талай өткелден, оттан да, судан да өтеді. Бақытымыз ұзаққа бармады. Бәрін білген қодар қозы көрпешті жекпе-жекке шақырды. Қодар бірден жеңіліп, жауырыны жер иіскеді. Қозы қодарды аяп, босатса да өшпенділік басын түсті. Қодар жауыздықпен қозының арқасына пышақ салды. Ғашығымның қазасымен менің жүрегім де соғуын тоқтатты. Мен де қозы көрпешіммен бір күнде мәңгілікке бірге аттандым. Мен қарапайым шопанның отбасында дүниеге келдім. Біржан ағамның қолында оқып, хат таныдым. Жастайымнан жиын мерекелерде ән айтып, ойын сауықтың ортасында жүрдім. Бір күні досымның болашақ жарын айттыру үшін Маралдыға жол тарттым. Ақындығым да бар, әншілігім де бар. Көпшіліктің көңілінен шығып ән айттым. Осы ойын сауық кешінде Сұлтанбек байдың қыздары Хұсни мен Қорланның көркіне көз тоймас сұлулығы туралы естіп тәнті болдым. Сол кеште айтылған әнімнің барлығы тек махаббат пен ғашықтық сезімге арналды. Жиналған жұрт та, Қорлан да айтылған ән жырдың өзіне арналғанын түсінді. Қорлан да көпшіліктен қаймықпай маған көз тастаудан жасқанбады. Мен ол кеште Қорланның басқаға айтылғанын білмеген едім. Сондықтан досымнан бізді таныстыруды өтіндім. Екеуміз таң атқанша әңгімелестік. Түнгі аспан, саған мыңдаған жұлдыздар біздің ғашықтық сезімімізге куә болды. Қорлан маған жүзігін сыйлап күтуге уәде берді. Ал мен оған келесі жазда келуге сөз бердім. Сол уәделескен күні мен Маралдыға сүйіктіме жол тарттым. Жолда Қорлан ұзатылып бара жатқан керуенді көрді. Оны солтүстік күйеу жігітіне апара жатыр. Көл мен көлдей, тау мен таудай теңдесе, белдесуге талап қылдым мен неше. 51 жыл ғашық болдым Қорланға, 51 жыл өмір сүрдім ендеше. Деседағы ел дәстүрі ергесін, қарттарға ескерт қарсыласа көрмесін. Қорланымның көзі болған жүзікті өтінемін, өзіммен бір жерлесін. Серт пен сөзге ұмыт шақта өлкеді, ғашық болып өлу қандай мәртебе. Тірлігіме шабыт берген бұл жүзік, жарық беріп жатсын маған көр деді.